Сәлем достар. Қызым ауырып қалды. Бүгін енді соған зетмакты беремін. Езілу жолын көрсетемін сіздерге. Қалай езіп, қалай дайындайтынын. Жалпы көп оқырманым сұрапты. Қалай бердіңіз, неше грамм бердіңіз депті. Соның бәрін көрсетемін. Дайындап. Мына жерде жазылып тұр, міне 10 мл таза су құяды депті. Мен мына шайнектен жаңа қайнаған су құйып алдым. Қазір шприцпен тартып 10 мл-ді мына порошоктың үстіне құям. Мына менде 10-дық шприц жоқ, 5-дік бар екен. Сонымен 2 рет тартып енді мына қақпағын жауып араластырамыз. Тым ұнтақ жоқ, көрдіңіздер ме? Бәрі сұйық болып шықты, міне жеткіз. Енді осыны 5 мг-нан беріп тұрамыз. Бұны бар ғой, 3 күн ішеді тек. Бүгін бір берем, ертең бір берем, арғаны бір берем бұйырса. 3 күнде сап қылады бұйырса. Іші міне мынандай жеткізді ғой. Осындай жеткізді. Мынаның дәмі тәтті, сосын иісі жақсы, балдарға ішуге өте қолайлы. Сосын бұл антибиотикті бермесе болмайды. Себебі қазіргі вирус нелер антибиотик ішпей кетпейді, или укол салмайды. Іші сондай болып кеткен. Қазір вирустар қатты тамақтан ұстап тұр, жұтындырмайды. Қызым кішкене ауырыңқырап қалды. Бұрыннан су ағып, тамағы қышиды. Бізге ем болсын. Жаным ауырып қалған өзі. Ауырып қалды өзі. Жаным. Дәршеміз Ақбөбек. Өкілі. Ішесің бә? Кел. Кел. Ішпей қашат енді бұғыз. 5 мл сорып алдым. Осыны беремін қазір. Ем болсын. Қызым шүкір, міне жақсы тамақ жеп жатыр. Жаным, 3 күн болды. Кеше 3 күн бітірдік ішіп. Міне тамақ жеп жатыр. Өкіл. Біраз жақсы болды. Аллаға шүкір. Мұрын бұғы азайды. Ақбөбек.